тілі менімен бірге 10 күнде үйрен. Сәлем, менің есімім Динара, орыс тілінде сауатты сөйлеуге және сауатты жазуға үйретемін. Парақшамда күнде бір сабақтар шығатын болады, сол үшін де менің парақшама тіркеліп кет. Бүгінгі сабақта кого және кому деген сұрақты дұрыс қолдануды үйренетін боламыз. Кого сұрағын винительный падежбен қолданамыз. Бұл қазақ тіліндегі кімді деген сұрақ және табыс септігіне ұқсас келеді, бірақ толық емес. Мысалы, мен досымды көріп тұрмын, мен кімді көріп тұрмын, мен досымды көріп тұрмын. Я вижу кого? Я вижу друга. Сондай-ақ, ол анасын жақсы көреді. Ол кімді жақсы көреді? Ол анасын жақсы көреді. Она любит кого? Маму. Ана есімдігі бұл қызға қатысты айтылатын есімдік. Он ұлға қатысты. Ал кому сұрағын біз дательный падежбен қолданамыз. Бұл қазақ тіліндегі бар септігіне ұқсас келеді, бірақ толық емес. Және кімге деген сұраққа жауап береді. Мысалы, ол досына кітап сыйлады. Он подарил книгу кому? Кімге? Досына, другу. Сондай-ақ, біз апамызға хабарластық. Мы позвонили бабушке. Мы позвонили кому? Кімге хабарластық? Апамызға, бабушке. Енді күнделікті өмірде жіберілетін қателікке тоқталайық. Мысалы, она звонит кого деп айтып жатады, бұл дұрыс емес. Себебі, кого деген сұрақ бұл кімді деп аударылады. Ал бұл сөйлемде ол кімге хабарласып жатыр деп тұр. Кімге деген сұрақ болған үшін біз кому деген сұрақты қолданамыз. Сонда ол кімге хабарласып жатыр? Она звонит кому. Сондай-ақ, я вижу подруга деп айтып жатады. Немесе я вижу подруге деп айтып жатады. Бұл да дұрыс емес. Неге? Себебі біз кімді деп айтып тұрған үшін кого деген сұрақты қолдануымыз керек. Демек, мен құрбымды көріп тұрмыз десек, я вижу подругу болады. Кому деген сұрақты қолданбаймыз. Я вижу кого? Я вижу подругу. Бұл яғни кого деген сұрақ табыс септігінің сұрағы, винительный падеждің сұрағы болып табылады. Басқа да сабақтарымды көру үшін менің парақшама тіркеліп кет. 7-ші сабақта когда деген сұраққа жауап беріп үйренеміз.